жасаймыз. Денені ашамыз, иә. Так, и кодымызды запускать етейік. Артық нәрсе бар. Барынша жай жасаймыз. Кішкене бұл жерде скорс емес, достар. Барынша кішкене неге назар аудару керек? Стильдерге. Біз қалай жазып жатырмыз? Скорс деген нәрсе ол басында келмейді. Скорс деген нәрсе ол когда уже қолды үйретіп алғаннан кейін ары қарата сіздер тез жылдам жазып кетесіздер. Басты нәрсе бұл жерде жасаған кезде әрбір детальға мен айтылған біз айтқан нәрселерге назар аударуымыз керек. Біздің қосымшамыз, сайтымыз мынандай бір дизайны осы. Қарасаңыздар, осындай сайт бар, простой. Ну, простой деп айтпайсың, орта деңгейдегі сайт па негізінде. Қарасаңыздар, біз соны жіліктедік интерфейс жағынан. Жалпы біздің сайтымыз неден тұрады, қандай түстерден тұрады, қандай шрифттерден тұрады. Оған және соған кіруге 10-15 минуттай уақыт кетірдік. Нұржамал ханым сол үшін бір кез келген дизайн алған кезде немесе сайт жасайтын кезде басында жарты сағат, 1 сағат, 2 сағат кетсе де анализға уақыт кетіруге тырысыңыз сайт жасаған кезде. Барынша қандай түстер қолданады сайтта, иә. Қандай мына суреттердің барлығы жүктеліне ме, бар ма, размерлары түгел ме. Одан бөлек шрифт, қандай шрифт, иә. Сайтта біз айтамыз, сайтта шрифттар болады, иә. Кез келген сайтта өзінің шрифт бар. Мысалы ретінде сізде кітапте өзінің шрифттары болады, тура сайтта сол сияқты нәрсе. Кез келген шрифтті жүктей аламыз, қолдана аламыз. Сол анализға уақыт кетіреміз, жарты сағат қараймыз, изучитеміз. Оның барлық бізге ертең скорс береді. Скорс разработка етеді. Так, біз мына бөлігін жасадық, логотипті, и мынандай бір менюшканы бастап жасаған болатынбыз. И бізде мына бөлікке келдік, және мына поисковик деп аталады. Бұның мақсаты бірде бір мәнді теретін болсақ, сайтта іздеу, иә, бэкэнд болатын болса ары қарай. Одан бөлек бізде мына жерде қолданушы мәзірі деп атайды. Көбіне олар оң жақ жоғары жақта болады, қолданушы мәзірі. Дәл қазір бізде мына жерде сайтқа кірген адамның суреті тұрады. Сайтқа кірген адамның суреті. Одан бөлек мына жерде корзина деген нәрсесі болады. Бұл яғни товар жүктеп алса, осы бетке апару керек бізде. Ары қарай мына жерде бір товарды біз безбірін деген нәрсе қоса аламыз, иә. Осындай нәрседен тұрады. Бүгін бұйырса біз мына екеуін жасаймыз, асықпай жайлап. Сосын ары қарай мүмкін көреміз, уақытқа байланысты барлығы. Бисмилля деп жасай берейік. Так, Анжелика ханым, сіз бірдеңке жазған болатынсыз группаға. Мынаны қоя алмадым дедіңіз, иә? Яғни іздеу батырмасын. Анжелика ханым, осындасыз ба? Сұрақ Иә, қойсам иә. болады ма? Иә, мен сол сізді күттірмін ғой. Сізде мына бір сұрақ болды да, мынаны қоя алмадым дедіңіз, иә? Иә, осыны мен түсінбедім қалай қоятынын. Қазір Мысалы, жасаймыз бірге келіп. ордер барлығы. Хорошо, қазір бірге жасаймыз бұйырса. Осындай бізде әдемі, көбіне осындай болады негізі, мына текстовый поле деп атайды, немесе текстфилд. Қарасаңыздар, бізде көбіне навороченный енді. Бұл кәдімгідей өзінің табиғатында жоқ. Біз формамен танысқан кезде мынандай формада бізде мынандай поисковик болған немесе көбіне сол жақта иконка болады және оң жағында да иконка болады күрделілерде. Біз қазіргі нәрсе, біз мына иконканы қойып беріп басына басып берсек, бізде мынау не нәрсе, қандай элемент HTML-да, бұл input деп аталады, иә. Input type text қолдансақ болады. Немесе search деген нәрсесі бар өзінде. Біз мына кодты ашамыз, міне input type бізде тұр, ішінде мына нәрсе жазылатын нәрсе, бұны подсказка деп атайды, бұны placeholder дейді. Мысалы, товардың атын іздеймін, товар деп жазатын болсам, ол жоғалып кетеді, артында қалып қояды. Өшіріп тастаймын, қайтып біздің подсказка орнына келеді. Енді дизайнға жүгіретін болсақ, бізде дизайнда ішкі паддинг бар екен, 12-12. Мына жерді қарайтын болсақ, барлығын 12-12 деп сезсек болады. Так, инпутты ашамыз. Бізде мына жерде біз класс береміз, иә. Класстың search деп қосақ болады. Search немесе мына жерде әдемілік search деп әдемілік болады. Осы search аламыз да, достар, бізде мына жерде CSS-тер бар барлығын. Біз хедер жатырмыз. Дәл қазір біз хедермен жұмыс істеп жатырмыз. Бұл класс болғаннан кейін нүктесін қоямыз, search дейміз, padding жан-жағынан 12 пиксель бер дейміз, иә. 12 пиксель береміз, ары қарай жүреміз. Бізде border radius бар екен. Border radius қарасаңыздар, мына жер көзге көрінеді. Border radius қанша пиксель екен? Border radius 9 пиксель дейді. Так, мына артындағы нені алып алсақ болады, яғни рамкамызды алып алсақ болады, 1 пиксель. Осыны копировать дейміз. Подставить десек болады.
Так, ары қарай бізде не бар? Мына жерде кішкене мәтін көрінбей қалды. Тексеріп көрейік, не бар, иә? Бізде кішкене жақындады. Қарасаңыздар бізде дизайнға. Бірақ ұзындығы бойынша кішкене үлкендеу, иә, бізде ұзындығы бойынша. Қазір қолмен жазып болсақ болады, 473 пиксель. Бірақ бұл адаптивный дизайн болғаннан кейін бұны көбіне достар не қылып істейді. Біз адаптивный істейміз ғой ары қарай. Жақсы адаптивный бола берсін. 473 пиксель деп істейік. Width дейміз, немесе так. Мынаны былай істейік достар, қараңыздар. Жаңа бізде дизайнды ашатын болсам, бізде қарасаңыздар, мына инпуттан бөлек, мына жерде бір поисковик тұр, иә. Бұны қосу үшін біз мына жерге жаза алмаймыз, ішіне жаза алмаймыз инпуттың. Барлығы бір компонент болғаннан кейін, яғни мына бір поисковик осы инпут қатысы болғаннан кейін барлығын бір типке қоршаймыз, иә. If дейміз, нәтиже жазамыз. Ары қарай бізде не бар? Мына бір поисковик бар, бізде img-ні қолдансақ болады, src дейміз. И осыны жабамыз, иә. Image деген жерге барлық біз суреттерімізді жүктеп алдық. Осы жерден бізге керегі search келіспесем. Міне иконкамыз тұр. Осыны көрсетеміз. Images, search, png. Бізде суреттер дайын. Тексеріп көреміз, бастапқы күйі қандай болады, иә. Қарасаңыздар, бастапқыда бізде поисковик сыртта тұр, иә. Енді ол ішке кіру керек. Және мына search деген нәрсе оңға қарай жылжу керек, иә. Ол үшін оны қалай істейміз, достар? Осындай нәрсені шешу үшін бізде position absolute дегенді қолданамыз. Position absolute деген нәрсе. Яғни бір элементтер екінші бетіне қабаттасу үшін, алдында біз бір ретте біз қорапты жылжытқан кезде тура осындай нәрсе бұл жерде. Яғни элементтер біріншіден бірігіп бетіне қойып жатыр. Ең астында search десе, одан жоғарыдағы бізде мына біз лупа белгісі, лупа поисковик немесе соны қойдық, бірақ ішіне жылжыттық. Так, осыны бізде position жұмыс істеу үшін ең бірінші керек нәрсе, ол бізге не нәрсе, достар? Relative керек, иә. Ыңғайлылық болу үшін with 473 дедік. Мына жерде мен ыңғайлық болу үшін глобальный стильге, достар, глобальный стильге мен не істеймін? Екі класс құрамын. Біріншісінде relative деймін. Барлығы осылай істейміз. Бұл қайталап жаза бермеудің тәсілі ғой. Енді есіме түсіп жатыр, анау Тоқаевты істегенде қолданған екенбіз ғой, бір үстіне қойып, иә. Тура сол нәрсе ғой. Соң бүгін мен 5 сағат ойландым. Машалла, есіңізде қалатын болды ғой. Position absolute, иә. Біз осындай барлық нәрсе біз қазір істеп жатқанымыз дайындап қоятырмыз, достар. Барлығын класстардың бәрін осылай дайындап қоямыз. Біз келешекте бірнеше проект жазамыз ғой, бір ғана проекттік шектеп қоймаймыз ғой. Сол үшін мынандай готовый инструменттер жазып қоямыз, CSS ережелерін жазып қоямыз. Енді басынан бастап жазатын болсаң, всегда уақыт жұмсайсың, иә. Осындай бір заготовка істеп қойсаң, иә, былай айтқанда тез сайт құрастырып кетесің, иә, тез сайтты құрастырып кетесің. Мындай бір абсолют деген нәрсе, relative дедік, flex дедік. Бұның бәрін жеке-жеке қолмен жаздырмау үшін осындай дайын класты құрғанбыз. Яғни бір общий бірдеңке көретін болсаңыздар, достар, общий класты көретін болсаңыздар, немесе общий CSS ережесін көретін болсаңыздар, желательно оны глобальный стильге шығарып қойыңыздар. Яғни оның переиспользование дейді ғой. CSS-ның басты мақсаты ол сіздің жазған классыңыздың немесе CSS ереженің қайта-қайта қолдануы. Барынша басында дубликаттар көп болуы мүмкін, бірақ мынаған тырысамыз, достар. Мынандайға тырысамыз, иә. Осылай жазатын болсақ, ары қарата біз мына CSS жазбаймыз, тек қана мына жерде relative жазамыз, иә. Relative. Релатив деген не дедіңіз жаңа? Релатив деген бізде яғни позициялаудың екі түрі болды. Абсолют болды және релатив деген болды. Екеуі бірге жүреді, достар. Көбіне екеуі бірге жүреді. Яғни қай жерде абсолютті қолданғымыз келетін болса, оның сыртқы контейнерін біз релатив деп аламыз. Релатив деген сөз ол относительный деген сөз. Относительный деген сөз. Мен қазір сіздерге көрсетемін. Егер мен мына жерге релатив деп жазбасам, немесе CSS релатив деп жазбасам, так, мынаны аламыз да мен бұны тағы да бір классқа қосып қояйын. Және бізде мындай болды, абсолют деген болды, абсолют. Қазір көреміз енді не болады. Сосын мен мына жерге ары қарай бізде бізде search icon десайын, ыңғайлық болу үшін. Search icon дедік, бұл поисковигіміздікі. Бұны мына жерге аламыз да, ары қарай position absolute дедік. Енді қарасаңыздар, мен егер left 0 дейтін болсам, топ 0 дейтін болсам, яғни сол жақ жоғары, сол жаққа апарады, яғни позициялайды, өзгертеді, және жоғары жаққа, ең жоғары тұрады.
Енді қазір тексеріп көретін болсақ, қарасаңыздар, біздің лупамыз қайда? Лупа жоқ. Лупа мына жақта. Көрдіңіздер ме? Яғни қарасаңдар, бұл былай жұмыс істейді, достар. Бұл былай жұмыс істейді. Ең бірінші бізде не үшін топ лефт дедік, иә? Топ лефт деген кезде 0-0-ден қойған кезде ең бастапқыда біз релативте жазбасақ, бұл мына бір парақшаның өлшемін алады. Парақшаның ішінен қозғалады. Ол ойлайды, сіздің мақсатыңыз мынаның ішімен ғана қозғал деп айтқан жоқсыз оған. Мынаның ішімен ғана жүр деп айтқан жоқсыз оған. Оны түсініп тұрған жоқ. Оны таппағаннан кейін ол не істейді? Мына бір үлкен HTML-дың документтің ішінен жүгіреді. Ішінен жүреді, лефт. Жаңағы мысал ретінде, так, былай қояйын. Ары қарай, мысалы, left 100 пиксель десем, иә? 100 пиксель дейтін болсам, міне қараңыз, иә? Немесе топ 50 пиксель, міне мынаның ішіне жүр, иә? Так, 250, қарасаңыздар, міне. Сонда мына бір ненің ішінде жүр, документтің, мына біздің сайтымыздың ішінде жүр. Ал біздің айтқымыз келіп тұрғаны, оған көмектесу үшін, сен мынаның ішінен ғана жүре аласың, ары қарай шыға алмайсың. Яғни сенің барлық рамкаң, границаң осының ішінде ғана деген сөзді қалай істеу үшін ол релативті қолданамыз. Position, релатив, иә? Сол үшін егер де мен мына жерге релатив деп жазатын болсам, релатив, иә? Тексеретін болсам, міне келді. Ол мынаның ішіне ғана жүре алады енді. Осы максимум жүретін жері осы жер ғана, иә? Қазір мен бұны қайттан былай істейтін болсам, left алып тастап, right 0 дейтін болсам, міне оң жақ кетті. Сол сияқты bottom 0 дейтін болсам, міне астымен жүр. Көрдіңіз бе? Төрт жақтан жүре алады ол. Сол үшін әрқашанда сіздер жазған кезде ойлану керексіз. Яғни мына элемент қай жермен ғана жүре алады. Мына элементтің біз шектеу қоямыз ба? Яғни айтып жатырмыз, шектеуді біз қойдық. Сенің барлық жүретін границаң осының ішінде ғана, иә? Түсінікті ғой? түсінікті ғой, иә. Так, түсінікті. Яғни абсолют болған жерде міндетті түрде релативті қолданамыз, достар. Егер релативті жазбасаңыздар, ол барлық парақшаның ішімен жүгіріп жүреді. Мына бір сайттың ішінен бәрін жүгіреді. Так, бұл жақ түсінікті, Аллаға шүкір. Енді біздің мақсатымыз қазір мынаны left 0 дедік және топ 0 дедік, иә? Енді бірақ бұның дизайнын қарайтын болсақ, кішкене бізде отстаптар бар. Мына жер 12 дедік. Яғни сол жақтан 12, оң жақтан 12 болады. Так, тексерейік. Left 12 пиксель, топ 12 пиксель, жылжыды. О, супер, әдемі. Бірақ мына searchпен бірге жабысып қалды. Searchпен бірге жабысып қалды, иә? Бірінші қазір сақтап алайық. Бізде жоғары жақтан 12 пиксель дедік, және то есть сол жақтан 12 пиксель, жоғары жақтан 12 пиксель, яғни ортаға алып келдік. Бірақ бізде мына search'ымыз, қарасаңыздар, әдемі емес болып қалды. Бұны шешу үшін, бұл проблеманы шешу үшін, сіздегі мына бір инпутты паддингті көбірек беру керексіз, иә? Яғни былай жұмыс істейміз, иә? Паддинг 12 болсын, 12 мынау ең бірінші жазатынымыз жоғары жақ болады. Тағы да жазатын болса 12 пиксель, ол оң жақ болады. Тағы да пиксель жазатын болса, одан кейін жазатын болса, ол астыңғы жағынан 12 пиксель. Енді ең соңғысы ол сол жақтан, иә? Мысалы, ертең 24 пиксель болсын. Жылжыды. Тағы да көбірек керек екен, иә? Үлкейтейік мәнді. Үлкейтеміз. Так. Примерно 38 деп алайық, иә? Міне қарасаңыз, бізде жылжыды, иә? Тұр, уже ешкім ештеңе шешіп жатқан жоқ. Әдемі болды, иә? Сол үшін мына search деген нәрсені біз жоғары жақтан 12 пиксель, оң жақтан 12 пиксель, астынан 12 пиксель және сол жақтан бізде 38 пиксель деп алайық, иә? Тексеретін болсақ, мінекей өзінің орнына келді. Әдемі болды. Бір осы. Так. Анжелика ханым осылай істейсіз ғой? Бәрі достар, иә? Осылай істейміз, студенттер. Студенттер бар достар. Күшті, түсінікті. Енді так, мынаны бітірдік. Келесі элементке көшейік. Мына элементке көшейік. Бізде қарасаңыздар, сайтта мына жерде не бар? Мынандай бір мынаны қолданушы мәзір деп атайды. Өйткені бұл меню, да? Яғни менюді болғанда қандай меню? Навигационный меню, иә? Немесе навигациялық мәзір. Так, бірінші нәрсе, бұл жасау керек нәрсе, бізде бұның барлығын суреттеп жүктеп аламыз, немесе иконканың барлығын жүктеп аламыз. Қолымызда тұр. Мынаны тексеріп қойын. Так, бізде мына ханымның суреті бар екен. Аватар десем, бар екен. Heart және бізде heart деген нәрсе бар ма екен? Бар, және мынау бізде қандай баскет бар ма екен? Или аватар, chair, down, лого. Бұл менюға Ahrefs-ті қолданатын шығармыз, иә? Иә, меню болғаннан кейін Ahrefs-ті қолданамыз, иә? Так, бір сәт, мынаны қазір тауып алайын. Бұның аты қандай еді? Координаты.
Так, карт. Карт екен аты. Карт ads дейді. Таптық, суреттеріміз дайын, суреттеріміз қолымызда тұр, жүктеп алдық. Енді бізде HTML структурамызды жасау керекпіз, иә. Бастапқыда достар, ыңғайлы болу үшін, мына жерге шатасып қалмау үшін комментарий жазып тұрсаңыздар болады, ең басында. Жалпы ручка алсаңыздар да әдемі болады, негізінде мешітпейді, артығы болмасын. Ана жерде продукт дегенді ауыстыра саламыз ғой. Қайсына? Space Builder'ды 2 рет жазып кеттік қой. Иә, мына продуктқа ауыстырамыз, иә. Так, мына жерді продукт дейді, продукт. Так, супер. Әдемі болды. Мына жерге қайтып ораламыз. Бізде так, осыларды. Ең бірінші нәрсе, жасау керек нәрсе, бізде ата контейнерін жасап алу керекпіз бірінші. Бұл ата контейнер болады және оның класы мысал ретінде user menu деп атасақ болады. User menu қолданушының менюсі, немесе төмен түсіреміз тағы да. Басында желательно еще комментарий, и жаңа модуль болғаннан кейін, жаңа блок болғаннан кейін, бұл кішкене мынау searchпен байланысы жоқ қой, тікелей. Яғни өзінше әлем болғаннан кейін бұны мынандай бір неге дифқа бөліп аламыз. Одан бөлек мындай space жасаймыз. То есть мынандай бір абзац қоямыз достар. Абзац қоямыз, иә. Сол сразу көзге түсінікті болады. Мынау өзі басқа элемент, иә. Жеке өзім осылай қолданамын негізі. Бір элементті жасаған кезде кішкене көзге әдемі көрінеді да, мен былай іздеп тұрмаймын да. Мынау жеке элемент, жеке әлем. Мынау тоже мысал ретінде main меню десек болады. Бұл басты меню біздің. И мына жерде логотипіміз біздің. Ары Қалай қарай. істеп жатсыз ағай, нені абзацыңызды? Комментарий ма? Жоқ, ана ұзын сызықты. Так, мынау ма? Қайсысы? Или ол просто былай курсормен шығып жатыр ма? Жоқ, бұл комментарий ғой мынау. Все. Бұл кәдімгі HTML-да комментарий. Бұл жалпы сайтта көрінбейді. Мысалы, сохранить етсем ешқай жерде көрінбейді. Бұл жалпы сіздер үшін. Мына ішіне кіретін болсам, бірақ немізде Ctrl// беді комментарий. Комментарий Ctrl//. Иә. Ctrl//. Так, ары қарай жылжиық. Мына жерде бізде қайтып келеміз. Қолданушы мәзірі жасап қойдық. Ата контейнері және ол жер класс не дейміз? User дейміз. Және мынандай бір дефис қоямыз. Меню дейміз, иә. Яғни user деген қолданушы деген сөз, меню деген сөз, мәзір деген сөз, иә. Яғни қолданушының мәзірі. Осының ішіне бізде мына жерде енді әрбір элементті жасап аламыз. Мына екі бір-бірлеріне ұқсас, меніңше. Так, размерлар әртүрлі екен даже. Так, тексеріп көретін болсам, 20-5, 20-7. Жасай берейік. Div дейміз. Ашылып жабылады. Бұл бізде мына бір жүрекше, яғни немесе избранный. Тағы да img-ні қолданамыз. img, s дейміз. Біздің жаңағы images-ға кіреміз. Images. Так, мына жерде images. И heart дейміз. Жүрекше. Так, біреуі дайын. Екіншісі бізде не болды? Карт болды. Және үшіншісі бізде не болды? Аватар болды. Аватар. Так, үшеуі дайын. Тексеріп көрейік. Не болды бізде? Қарасаңыздар. Бізде барлық көрінді. Бірақ бір қатарға қойып бізде. Және арасындағы нені? Мына бір отстыпты. Сыртқы отстып бізде мысал ретінде 35 деп ала береге. 35 пиксель. Так, мынаны бізге ашамыз да, user менюді біз CSS-ке шақыру керекпіз. Иә, қолдану үшін біз әлі де хедердің ішінде жүрміз. Хедерға кіреміз, мына жерге user меню дейміз. Өзіміз үйренгендей, немесе бұл жердің қолдану тәсілі көп. Display inline block десеңіздер де болады, практика ретінде. Так. User меню, display inline block. Дұрыс. Мына жерде дисплей деп жазған кезде, достар, бізде мына жерде выборлар көп енді. Қарасаңыздар, inline, flex, мынаның бәрі жиі, яғни біз практикада, мына қарасаңыздар, мына жерде бір нәрсеге назар аударып жүрейін, достар. Яғни сіз мына мәнді көрген кезде, мына moz деген сөздер болады, арарта, webkit деген сөз болады. Көптеген мәндер бар. Бұлар жалпы браузерға тән CSS ережелер деп аталса болады. Браузерға тән CSS ережелер. Біз алдында айттық қой,
әр браузердің өзіне тән кішкене ерекшеліктері болады. Бір жерде сайт әдемі көрінсе, екінші жерде әдемі көрінбейді. Демек, соған арнап кішкене ережелер жазу керек болады. Ол көбіне өте аз жазылады негізінде. Бірақ біздің мына жазылған ереженің барлығы кейбіреулеріне әсер етпеуі мүмкін да браузерда. Сол үшін мына жерде мынандай бір ережелердің бірін қолданамыз. Мына жерде мына ереженің бір Moz деген сөз ол. Біздің Mozilla деген браузер, иә? Mozilla. WebKit деген нәрсе сіздерде MacBook болатын болса, Safari браузері. Иә. Так, мына жерге оралайық. Бізде Flex болады. Барлығын бір қатарға қойдық. Тексеріп көреміз. Bir қатар қойдық. Енді арасындағы сыртқы отстықтарды біз ыңғайлық ретінде гапты қолдансақ болады. Кеше гапты үйрендік қой. Гап 35 пиксель. иә гап. Міне, қарасаңыздар, міне араларында мына 1 мен 2 элементтің, 2 мен 3-дің арасында бізде не пайда болды? Сыртқы отстық пайда болды. Так, ашамыз. Енді мынаны біз қарасаңыздар, таянып көрейік. Кішкене не қарасаңыздар, бізде бұл жоғары жақта орналасып кеткен, иә? Барлығын кішкене әдемі болу үшін бұларды вертикально тізулеу керек, вертикально ортаға қою керек. Яғни жоғары жағынан ортаға қою керекпіз. Мысалы, мына жерге align item center деп тексеретін болсақ, барлығы тамаша. Ортаға орналасты, иә? Мына жерге жазамыз align items center. Супер. Біз минимумды жасадық. Мына жерде біз бағана не үшін айттық? Бұның барлығын желательно достар жасаған кезде А деген тегпен қоршаған дұрыс желательно. Сол үшін қазірден бастап практика ретінде мына жерде А болсын, ахреф, мына жерге бір өтірік мынандай пустой қалдырып қойсаңыздар болады. Но ештеңе етпейді. Былай жасасаңыздар болады. Так, осылай жасап қоямыз. Мына жерге де біз оны немесе мынандай VS Code бір ұнайтыным тегті жазасың. Және де мына жерге мысал ретінде так, href деген нәрсе болу керек. Линк, по-моему. Қайсы blank емес. А-ды берейік. Өзінде екен, негізінде екен. Маған ұнайтын осы да. А деп жазсаңыздар болады былай. И сразу толтырылады, иә. Бір нәрсені айтамын тағы да. Қарасаңыздар, так, мұны қоршап қойдық. Мына жерге біздің суретіміз тұр ішінде, мына жерде суретіміз тұр. И және соңғысында А деген сілтемемен қоршап тастайық. Так, тексереміз. Қарасаңыздар, барлығы ештеңе өзгерген жоқ, бірақ бізде мынандай не пайда болды? Курсор пайда болды, әдемі. Айтатын болсам, мінекей сілтеме сияқты. Егер өзінің беті болатын болса, мына жерде оның апаратын жолды өзгерту керек. Бір нәрсе қалды біздің жазбаға, мына екі, яғни поиск пен мына жақта оң жақта мәзірдің арасына кішкене не пробел қосу керекпіз, иә? Отстық қосу керекпіз. Так, біз былай істесек болады, кішкене по умному және адаптивтік версияға сай жасасақ болады. Бізде тексеріп көреміз. Бізде head бар, оның паддингсы бар, паддингсын жаздық. Біз оған flex дедік. Супер, мына жерде так, мына элемент бар, мына элемент бар. Так, тексеріп көрейік. Қалай тұр екен? Және мына жерде бізде мәзір бар екен, иә? Мына жерде меніңше margin auto десек, тура біз ол контейнерді жаба еткенбіз, иә? Мына жерде не жоқ? Супер. Қарасаңыздар, достар, енді ана margin auto жазып қояйық, қазір түсіндіремін сіздерге. Margin, енді сыртқы отстық, сол жағынан auto дедік, иә? Достар, қараймыз енді. Бізде не болды? Бізде жалпы header деген контейнеріміз қанша пиксель алады, иә? Сайтты 1280 пиксель алады, иә? Бізде 1280 пиксель бар. Соның ішінде 110-ы логотип алады, 296-сы мәзіріміз алады, басты мәзір. Ары қарай мына жерде поисковигіміз кетеді, іздеу. Сосын бізде қолданушы мәзір кетеді. Жаңағыдай біз жазып тұрмау үшін, яғни margin left мысал ретінде, мына жерде қанша шығып тұр? 132-да пиксель болды, қарасаңыздар. Бетіп қолмен жазып тұрмау үшін әрдайым жаңағы margin left, яғни сол жақтан auto дейді, яғни сіз үшін есептеп береді. Мына бір нәрсені максимум 10 жаққа жылжытпайды. Margin left деген нәрсе 10 жаққа жылжытпайды, және өзі қойып беретін жер, өзі есептеп margin left қойып береді. Сол үшін auto деген сөз
автоматом деген сөз, есептеп қояды деген сөз. Қарасаңыздар 132 пиксель болды, иә. Мен қазір бұны былай кішкене жылжытатын болсам, енді пикселіміз 31 пиксель болды, иә. Қарасаңыздар. Жаңағы жерде жазатын болсақ, 131 пиксель деп жазатын болсақ, бізде сайтымыз не адаптивный болатын еді, иә. Қараңыздар. Мысал ретінде жаңа 132 пиксель болды ғой, иә. Сохранить деймін. И так, мына жерді қарасаңыздар әдемі болып тұр. Егер мен бұны өзгертетін болсам, мынау нәрсе бізде, мына мәзіріміз уже, мына бір менюміз, иә, уже бұзылып жатыр. Структура уже бұзылып жатыр. Иә. Бірінің үстіне бірі шығып жатыр. Өйткені мына бір нәрсені ол бір элемент тұр деп ойлайды кәдімгідей, бір мынандай бір мәзір ма не тұр деп ойлайды да. Сол үшін біз margin left out дейміз, иә. Былай жасайтын болсақ, біздің мәзіріміз өзінің орнында тұр, иә. Қараңыздар. Қазір әрі қарай жазсақ әлі де жұмыс істеу керек. Бұны біз ана бұйырса мобильный версия жасаңыз келеміз. Бірақ суть, яғни өзгертетін болсақ, мына жер азаю керек бізде, яғни мүмкіндігінше мына бір бізде поисковикті кішірею керек. Ары қарай бір белгілі бір өлшемге жеткен кезде мына элементтер не істейді, достар? Мына элементтер жоғалып кетеді. Жоғалып кетеді. Мынау да жоғалады да, оның орнына не пайда болады? Қарасаңыздар, оның орнына мынандай бір бургер деген меню пайда болады. Көп элементтер жоғалып кетеді. Телефонмен кірген кезде енді сіздерде көрінбейді ғой, ана бәрі әдемі сыймайды ғой телефонға. Сол үшін мына элементтердің бәрін өшіріп тастаймыз. Өшіргенде, яғни жасырып тастаймыз. Телефонмен кірген кезде бұл элементтерді жасырып тастаймыз да, бізде тек логотип қалады және қолданушы мәзірі мынандай түрге ауысады. Бұйырса, бұны когда не жасаған кезде, телефонға жасаған кезде адаптивка жасаймыз бұны. Так, осы достар, бізде так, мына нәрсені үйрендік жасауды. Міндетті түрде осыны жасаңыздар, және мына бір бізде қолданушы мәзірін жасадық, иә. Ары қарай бізде мына бір нәрсе бар. Бұны үй жұмысы деп алайық. Барынша мынанда жасап көріңіздер, достар. Мынау нәрсе, қараңыздар, бірінің үстіне бірі шығып тұр ғой, иә. То есть мына жерде артында мына жерде тағы да былай айтқанда сайттың мәзірі тоже деп айтсақ болады, бұл да негізгі бордер ма? Иә, бордер ғой сыртында. Бірақ бірінің үстіне бірі шығып тұрғаннан кейін біз не қолданамыз, достар? Бірінің үстіне бірін шығару үшін элементтерді біз абсолютті қолданамыз. Абсолютті қолдансақ болады. Бірнеше жолы бар. Әзірше абсолютпен жасай берейік. Сосын бұйырса не қыламыз? Тағы да басқа жолдармен танысамыз. Яғни басқа да жолдары бар бұлардың. Бір жолы бұл, яғни маржин мысал ретінде, егер мен ешқандай да абсолютті жазбасам, мына бір біздің элемент тура мынаның астында орналасып жүреді. Осыдан кейін орналасып жүреді. Яғни қағаздар бір деңгейде тұр, екі қағаз. Енді сен былай айтқан жоғары шығарғың келетін болса, margin left, мысалы margin top, үстіңгі жағынан минуспен жібересің. Минус дейсің да, мысал ретінде 10 пиксель дейсің, немесе 20 пиксель дейсің. Сөйтіп өзі шығып кетеді. Бұл екінші тәсілі. Соны да көрсеңіздер болады істеп. Тексеріп көремін десеңіздер. Сіздерге осындай кішкене подсказка. Мына нәрсені жасауға тырысыңыздар. Бізде мынау баннер артында тура осыны жасаймыз. Шрифттарына дейін барлығын жасаңыздар, мынаны да жасаңыздар, екі элемент жасап тырысыңыздар, жасап көріңіздер. Және мынаны да жасаңыздар, егер жасамасаңыздар, поисковикпен мына қолданушы мәзірін жасаңыздар. Егер барлығы жақсы болатын болса, тексереміз алдағы сабақта. Сөйтіп жайлап мына бір күні бітіреміз сайтымызды. Иә, достар? Сұрақтар ақырындап жасанып тұрса екен. Иә, ақырындап жасаса негізі білім негізі аз-аздан алыну керек қой негізінде. Аз-аздан алып. Көп болып кетсе шатасы болып қалады екенсіз. Иә. Сол ғой. Аз-аздан алып. Айта беріңіз. На практике осылай түсініктірек сияқты. Нені қайда қолданасың, мысалы, абсолют релятив деген вообще түсініксіз ғой былайынша. Мына жерде уже түсінікті болып. Мына жерде мысалы баннер и бетіндегі текст тоже сондай нелер қолданамыз ғой бұл жерде де. Иә? Абсолют қолдансаңыздар болады. Айттырмын, сіздерде екі тәсіл бар. Біреуін немен жасап көріңіздер, абсолютпен. Қазір сіздерге қателесу, ол нормально. Не сіздер айтайын. Адам ақты, қараны қара деп қашан ажыратады, оны уже қолданып кіргеннен кейін, ол айтқанда, то есть өзіңізден өткеннен кейін ғана сіз айтасыз, мынау былай жұмыс істейді деп. Негізі бірнеше жолы бар оны жасаудың.
бірінші маржин қолдансаңыздар болады, абсолют қолдансаңыздар болады, иә. Бірақ абсолютпен қазір қолды практика жасай беріңіздер. Мынаны практика абсолют, мынаны да абсолютпен жасаңыздар, және мынаны да абсолютпен жасап көріңіздер, достар. Ай, Ағай, сосын мынау шоп нау, мынау звездочка барлығы кнопка ма, баттон ба бұлар? Бұлар негізінде тоже әрқалай бұны бірнеше опция бар. Батырма дейтін дейді. Батырма не ол? Батырма деген ол кнопка, иә. Кнопка деген не ол? Кликабельный деген сөз. Яғни бір басқаннан кейін бір әрекет болады. Кез келген негізінде бір нәрседен барлық нәрсені мысалы дифпен жасасаңыздар болады. Ешқандай тег қолданбай тек дифпен ұрсаңыздар болады. Ары қарай CSS-пен өзгерте берсеңіздер болады. Бірақ енді мына жерде мысал ретінде дифті қолдансаңыздар болады, батырманы қолдансаңыздар болады. Өйткені мына жер батырмаға жақын сияқты меніңше. Өйткені өзінің батырма кәдімгі текст емес, иконка ортасында тұрған. Және бір батырма не мағына, ол кликабельный деген мақсат ғой, яғни басқан кезде бір іс әрекет болады. Бірақ бұл жерде не нәрсені аңғару керексіздер да. Яғни батырма басқаннан кейін оның өзінің состояниялары болады. Батырмада өзінің состояниялары болады, иә. Қазір мысалы таянтатын болсам, қараңыздар, иә. Не болып тұр? Ол түсін өзгертіп жатыр, иә. Тура осы батырмада состояниесі болады. Батырмамен жасап көрейік, меніңше әдемі болатын сияқты. Бірақ өзіңіз ерікке де байланысты дифпен де қолдансаңыздар болады. Дифпен жеңілірек сияқты. Өйткені батырмада көп нәрсені не қылып тастау керек та, өзінің по умолчанию келетін CSS-тері болады да, ережелер, солардың бәрін өшіріп тастау керек болады. Және оның бордер радиусы болады, оның жаңағы background shadow болады, бордері болады, өзінің түсі болады. Яғни бірінші сброс жасап тастайсыз да, бүкіл оның табиғи стильдарын ше. Сосын бірақ оны үстінен жасайсыздар. Ал дифпен жасайтын болсаңыздар, кәдімгідей басын жасай бересіздер да, ол жерде артық ереже жоқ, өзіңіз қосасыз ережені деген ғой. айнан Мгм. мына мысалы Мынау батырма енді, мынау точно батырма мына жерде. популар дегендер мысалы айна орындықтың суреті тұр ғой, солай неге апаратын емес па, көрсететін мысалы сайттың аяқ жағында бір орындықтар туралы болса соған апаратын емес па? Жоқ, ол басқа нәрсе. Ол нәрсе бізде мысалы бұл мына нәрселер үшін ғой. Бізде мына жер менюда әзірде жалпы бізде широкий ассортимент деп тұр да, былай қарасаңыз ше. Бізде мына не қай жерді көрсетсе болады. Демек астында бір не бар деп ойлаңыздар, осындай бір товарлар бар деп ойлайық, иә. Және олар бір бетте тұр деп ойлайық, осы ғана тұрады. Егер мен мына жерде популярный дейтін болсам, 4 популярный товарды көрсетеді. Chair дейтін болсам, яғни кресло десем, мыналар өшіп кетеді да, орнына тағы да 4 не уже креслолар пайда болады, иә. Мына жерде workflow десем, workstation, иә, немесе таблетка, table, жұмыс орны, иә, қарасаңыздар, олар өшіп кетеді да, одан тейблдар пайда болады. Ал сіздің айтып тұрған нәрсе, бұл мынандай нәрсе. Мысалы, мына жерде бір бізде связаться с нами дейтін нәрсе болатын болса, иә, бізбен контакт ас басатын болсам, бұл өзі былай скролл жасайды, яғни төмен жылжу деген сөз, скролл жылжиды да, мына бетке алып келеді сізді, мына бір бөлімге алып келеді. Оған да жетеміз бұйырса, иә. Әрбір мысалы мына жерде топ трейдинг дейтін болса, ең популярный товар дейтін болсам, басатын болсам, осыған осылай айналып түк деп осы жерге өзі қойып берді орнына, иә. Иә, түсінікті. Мынау кішкене қызметі басқаша енді. Мынаның қызметі енді былай айтқанда, ертең сіз бэкэндпен жұмыс істейтін болсаңыздар, сол кезде түсінесіздер. Бір басатын болсам, ол бэкэндтен жүктейді, соңғы товарларды алып шығады, соның ішінде именно бізге мынандай бір креслоларды көрсету керек болады, иә. Сол сияқты нәрсе ғой енді. Мен түсінген бойынша логикасы сондай бұның. Өйткені Соңғы сұрақ, ағай. айтыңыз. Мынау тайынтат дейсіз ба, не дейсіз? Тайынтат деген ағылшынша сөйлеп отырсыз ба? Тейбл ма? Жоқ, мысалы сіз курсормен бірдемеге апарасыз да, қазір бұны тайынтамыз дейсіз ба? Тайынтамын дейсіз ба? Бірдеме деп жатсыз. Скролл ма? Мен онда сіз айттым ба, тайынтамыз деген? Иә, сіз тайн или пайн дейсіз ба? Таянтамыз деген жазсыз. Таянтамыз дейді ма? Таянтам, иә, қазақша жазды ғой. Қазақша сөз. Ой. Кешірім сұраймын. Тойға апарамыз деген сияқты ғой. Иә.
сондай өзі. Жақындатамыз дегеніңіз ба сонда? Иә, таянтамыз, жақындатамыз деген Все. Біздің жаргондар деңізсіз. әрқайсысының жаргондары бар. Мен өзім не жақтамын, жезқазған жақтамын, кішкене соған сәл. Солай достар, қарасаңыздар. Үй жұмысыға бізде мына бір компонент жасаймыз. Поисковик компоненті. Қолданушы мәзірін жасаймыз. Баннер жасаймыз. Баннердің үстіне мәтіндер қоямыз. Батырма міндетті түрде жасаймыз. Және егер уақыт қалып жатса, мынаны жасаңыздар еді тоже. Ең басты Айна. Жақсы, рахмет. Хедердан кейін контент дейді ғой, аха нені? Хедердан кейін бөлікті. Контент, иә, контентті қолдансақ болады. Бірақ контент именно мынаған ғана болмайды, ол осыдан бастап мынау Полный бүкіл футерге дейді. барлығы, яғни барлық футерға, дұрыс айтасыз, футерға дейін барлығы контенттің ішінде болады. Контент деген тегтің ішінде болады, иә. Соны алып қойып жасау керек қой. Соған желательно жасасаңыздар болады, өйткені поисковиктері жақсы да, ол и код читабельный болады кішкене. Бізде контент деген тег бар ғой, мына жерде. Сол ретінде контент емес, секшн шығар скорее. Міне осылай жасасаңыздар болады. Selection ба? Section деген сөз, немесе раздел деген сөз. Бізде қазір бір сәт main деген бар. Осыны қолдансаңыздар болады. Контент, екеуі бір нәрсе, мағынасы жағынан main деген осы main